Сәлем достар, біз бүгін билирубин алмасуын талқылаймыз. Видеоны қарамас бұрын лайк басып каналға тіркеліп кетейік. Эритроциттердің өмір сүру ұзақтығы 100-120 күнді құрайды. Уақыты біткен кезде олар көкбауырға келіп бұзылады. Осы эритроциттен гемоглобин, ал гемоглобиннен гем және глобин ыдырайды. Глобин ол ақуыздық бөлігі, ол амин қышқылдарға дейін ыдырайды. Ал гем биливердинге және еківалентті темірге ыдырайды. Бұл жердегі темір бос темір болып табылады. Ол токсин, ал оған апоферритин байланысып, олар ферритинді құрайды. Ферритин темірдің клетка ішілік қоймасы. Егер темір жеткіліксіздігі болған кезде тіндер осы қоймадағы темірді жеткізіп отырады. Ал темірдің қалған бөлігі қан айналым жүйесіне түсіп отырады. Ал осы жерде темір трансферринмен байланысады. Яғни бұл кезде темірдің көп бөлігі эритропоэзге жұмсалады. Ал биливердинге келетін болсақ, ол порфиринді кальционың бұзылысынан пайда болады. Биливердиннен жасыл түсті пигменттен тікелей емес билирубин, яғни қоңыр пигмент түзіледі. Тікелей емес билирубин ол токсинді зат. Ол қанға түсіп, қандағы белок альбуминмен байланысады. Сол кезде ол өзінің токсиндік әсерін көрсете алмайды. Альбумин тікелей емес билирубинді бауырға қарай тасымалдайды. Бауырдың әрбір клеткалық бөлігі бір жағынан синусоидты капиллярдан тұрады, ал екінші жағы өт капиллярларынан тұрады. Бұл жердегі синусоидты капиллярлар бауырдың перифериялық бөлігінен центрге қарай бағытталады, ал өт капиллярлары керісінше центрден басталып перифериялық бөлікке қарай бағытталады. Тікелей емес билирубин альбуминмен байланысқан бағытта гепатоциттерге барады. Осы жерде альбуминнен ажырап, глюкурон қышқылмен байланысады. Нәтижесінде тікелей билирубин түзіледі. Тікелей билирубин бұл токсинді емес және суда жақсы ериді, сондықтан организмнен тез шығарылып отырады. Тікелей билирубин 12 ішекке барады. Бұл жердегі ішектегі микрофлораға байланысты тікелей билирубин урабилиногенге айналады, ал урабилиноген стеркобилиногенге ауысады. Ол стеркобилинге айналып калға қоңыр түсті пигмент беріп отырады. Осылайша урабилиногеннің 90% сыртқа шығарылады, ал қалған 10% бүйрекке барып зәр арқылы шығарылып отырады. Қалыпты жағдайда зәрде стеркобилиногеннің іздері ғана болуы қажет.